Жақын күндері біздің редакцияға қала тұрғындарынан біраз шағым хат келіп түсті. Оның басым бөлігі коммуналды төлемдер мәселесі болды. Тұрғындар әсіресе тұрмыстық қалдықтарды шығару компаниясының әрекетін сынға алды. Себебі желтоқсан айындағы қызметтер үшін тұрғындардың есепшотына төлем әдеттегі сомадан көп келген. Бірақ жаңа тариф тек 2025 жылдың 1 қаңтарынан іске қосылады деп уәде етілген болатын. Мені бір сұрақ мазалайды. Неліктен желтоқсан айына біз жаңа тариф бойынша төлеуіміз керек? Неліктен олар желтоқсан айы үшін жаңа тарифпен есептейді? 1 қаңтардан бастап іске қосылмай ма жаңа тариф? Туындаған бұл мәселені қоқыс шығарушы компания былай түсіндірді. Жаңа тариф тек 10 қаңтарда іске қосылды. Қараңыз, біздің кәсіпорын тұрғындардың банк қосымшаларына төлемді жібергенде ағымдағы соманы жүктейді. Яғни қазір қаңтар айы үшін шығып тұр. Оның 9 күні ескі тарифпен, 22 күні жаңа тарифпен есептелген. Желтоқсан айы біз үшін әлбетте ескі тариф бойынша есептедік. Егер тұрғындар ағымдағы соманы емес, тек нақты бір айдыкін білгісі келсе, біздің тазалық сайтына кіріп қарай алады. Тамара Истаеваның сөзінше, қала тұрғындары қоқыс қызметінің ақысын алдын ала төлейді екен. Кейбір абоненттер мұны білмеуі мүмкін. Сондықтан мұндай шатасушылық орын алған. Тұрғындар төлемді ағымдағы есептеумен көреді. Дерек қорды жаңартқан кезде сома біз көрсеткенде пайда болады. Қаңтар айының алғашқы 9 күні бұрын қолданыста болған ескі тариф жүргізіледі. Ал онынан бастап жаңа тариф есептеле бастайды. Қазіргі тариф бойынша көп қабатты тұрғын үйлерде тұратын бір адам үшін 694 теңге, ал жеке секторлар үшін әр адам басынан 827 теңге алынады. Тазалық өкілдерінің сөзінше уайымға салынудың еш қажеті жоқ. Желтоқсан айы үшін бірде-бір қостанайлық артық төлем жасамаған. Бірақ сұрақтар болса, тұтынушыларға қызмет көрсету бөліміне тікелей хабарласуға болады. Онда сіздің барлық төлемдеріңіз сізге түсіндіріледі. Сондай қала тұрғындары дәл осындай мәселемен Қостанай су кәсіпорнына да шағым түсірді. Коммуналдық кәсіпорын 2024 жылдың 31 желтоқсанына дейін суық судың көрсеткіштерін жіберген абоненттер қызмет ақысын ескі тариф бойынша төлейтінін түсіндірді. Ал бұны уақытында жасамағандар жаңа тариф бойынша төлеуге міндетті болады. Алексей Краснов, Сергей Лукашин, Дәуіт Байғоныс, Алау телеарнасы.